Әл-Бақара сүресі 51-58 аяттар. Мұсаға 40 күндік уақыт жібердік. Ол кетісімен сендер бұзау мүсініне табынып күнәһар болдыңдар. Содан кейін де тәубе келер деп сендерге кешірім бердік. Сендер тура жолға түсер деп Мұсаға кітапты, Фурқанды түсірдік. Уа, халқым, деді Мұса қауымына, мен жоқта сендер бұзау мүсініне табынып зор күнә жасадыңдар. Енді сол астамшылықтарың үшін өздерің құрбан етіп, жаратқан иелеріңнің алдында тәубеге келіңдер. Сендер үшін ең қайырлысы осы. Ол тәубелеріңді қабыл етеді. Өйткені ол тәубені қабыл етуші әрі ерекше мейірімді. Айнала қоршаған қауымы: ей Мұса, Алланы өз көзімізбен анық көрмейінше саған сенбейміз деген кездеріңде кенеттен төбелеріңнен жай түсірдік. Оған барлығыңда куә болдыңдар. Осыдан кейін де мүмкін шүкірлік қылар деген үмітпен сендердің өлі денелеріңді қайтадан тірілттік. Төбелерінен бұлттан көлеңке түсіріп, көктен шырын мен бөдене етін жібердік. Өздеріңе нәсіп еткен ризықтан тамақтаныңдар дедік. Алайда кесірлік жасау арқылы олар бізге емес, өз бастарына жамандық әкелді. Мына бір құтты мекенге кіріңдер, ондағы мол ризықтан қалағандарыңша жеңдер. Байтул Мұқаддас қақпасынан кірген кезде сәжде етіп, я Раббым, кешіре көр деп жалбарыныңдар дедік. Біз сендердің күнәларыңды кешіреміз және игілікті іс жасағандардың сауаптарын арттырамыз.